PSG клубы бәрібірде Мбаппенің Реалға ауысатынын түсінгендей. Тен Хаг Роналду жайында не айтты? Гризманн Атлетико сапында қалатын болды. Осы және өзге де қызыққа толы футбол жаңалықтары топтамасы бүгінгі видеода. Еңбегімізді бағалап лайк басуды және арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақ тілді футбол арнасына барынша қолдау көрсетейік. Ал олай болса, біз бастаймыз. Парис Сен-Жерменнің аргентиналық ойыншысы Анхель Ди Мария мансабын әрі қарай Италияда жалғастыратын сыңайлы. Гол басылымының хабарлау бойынша 34 жастағы футболшы Ювентус клубымен 1 жылдық келісім шартқа отыруға келісіп қойған. Сондай-ақ келісімнің тағы да 1 жылдық мерзімге дейін ұзартылу мүмкіндігі де қарастырылған. Уругвайлық шабуылшы Луис Суареске Севилья және Интер клубтары қызығушылық танытуда деп мәлімдеуде Фичеджес баспасы. Баспаның ақпараты бойынша аталған клубтар футболшыны жазғы трансфер терезеде өз саптарына қосуды қарастыруда. Шабуылшының Атлетикомен келісім шарты алдағы жазда аяқталады. Ал содан кейін ол кез келген командаға су тегінге еркін агент ретінде ауысады. Өткенде ғана Барселонаның спорт директоры Гавидің агентімен 17 жастағы ойыншының алдағы болашағы талқыланған кездесу өткізілді. Мәліметтерге сүйенсек, каталонда клуб футболшыға келісім шарттың ұзартылуы бойынша соңғы ұсынысты жасайтын болады. Жаңа келісім 2027 жылға дейін жасалады деп күтілуде. Сондай-ақ жартылай қорғаушының келісім шарттағы кері шегіністегі сомасы 1 миллиард еуроға бағаланбақ. Бенфиканың шабуылшысы Дарвин Нуньес Атлетико клубының қызығушылық назарында. Осы жайында инсайдер Николас Кира хабарлады. Мадридтік ұжым бұл уругвайлық шабуылшыны командадан кететін Луис Суарестің орнын алмастырушы ретінде қарастыруда. Дарвин Нуньестің трансферлік құны кем дегенде 70 миллион еуроға бағалануда. Осы маусымда 41 ойын өткізген 22 жасар ойыншы 34 гол және 4 нәтижелі пасты еншіледі. Ювентустың орталық қорғаушысы Матис де Лигт Туриндік клубпен жаңа келісім шартқа отыруға жақын. Осы жөнінде Sky Sports баспасы мәлімдеуде. Ақпараттарға сәйкес Нидерланды ойыншы клубпен 2026 жылдың жазына дейінгі жаңа келісімге қол қоймақ. Де Лигттің Ювентуспен қазіргі келісім шарты 2024 жылға дейін негізделген. Айтып өтсек, итальянда клуб Де Лигтті Аякстан 2019 жылы 85 миллион еуроға сатып алған болатын. Мюнхендік Бавария клубы Эвертонның шабуылшысы Ришарлисонға қызығушылық танытуда. Осы жайында Sport 1D баспасы мәлімдеуде. Баспаның мәліметіне сәйкес, немістік клуб футболшыны алдағы жазғы трансферлік терезеде сатып алуы мүмкін. Мюнхендіктер бразилиялық шабуылшыны клуб сапынан кеткісі келетін Роберт Левандовскийдің орнын алмастыруы мүмкін ойыншы ретінде қарастыруда. Ришарлисонның Эвертонмен келісім шарт мерзімі 2024 жылдың жазына дейін жарамды. Француздық шабуылшы Антуан Гризманн Атлетиконың сапында қала бермек. Бұл жайында Мадридтік клубтың президенті Энрике Сересо айтып жеткізді. Гризманн бізбен бірге қалады. Ол келесі маусымда да Атлетикода ойнауды жалғастыра береді. Егер әрі қарай жұмыс жасауды жалғастыра беру жоспарда болатын болса, онда ақша ешқандай да мәселе емес, деп жеткізген екен клуб президенті Sport баспасына берген сұхбатында. Ағымдағы маусымда 35 ойын өткізген Гризманн 8 гол және 6 нәтижелі голдық пасты өз пайдасына еншіледі. Аңыз қақпашы Джанлуиджи Буффон Андрес Иньестаның еншісінде алтын доп жүлдесінің болмағанына қапалы екенін айтып жеткізді. Мен үшін алтын доппен байланысты ең үлкен әділетсіздік ол бұл жүлденің Андрес Иньестада болмағаны. Андрес дәл Марадона, Месси және Роналдолармен қатар мықты болған еді, деп жеткізген екен Буффон Франс футболға берген сұхбатында. Ал сіздер Буффонның айтқан пікірімен келісесіздер ме? Ал сіздер үшін алтын доп жүлдесімен байланысты ең үлкен әділетсіздік қандай?
Осыған байланысты өз ойларыңызды пікірге жаза кетуді ұмытпаңыздар. Ал біз жалғастырамыз. Туринде Ювентус клубы Манчестер Юнайтедтің жартылай қорғаушысы Поль Погбамен келіссөздер жүргізуде. Осы жайында тілші инсайдер Фабрицио Романо хабарлады. Ақпараттарға сәйкес итальяндық клубтың басшылары француздық ойыншының өкілдерімен кездесу өткізген. Осы маусымда 29 жастағы Погба 27 ойын өткізіп, 1 голды соғып, және 9 нәтижелі пас жасап көзге түсті. ПСЖ сондай-ақ Челси клубтарының Баварияның шабуылшысы Роберт Левандовскийге қызығушылық танытып отырғаны белгілі. Дегенмен тілші инсайдер Фабрицио Романоның ақпараты бойынша, осыған қарамастан польшалық ойыншы Барселона сапына ауысуды қалауда. Деректер бойынша каталондықтар шабуылшыға 3 жылдық келісім шартты ұсынған. Ал Левандовскийдің трансфері үшін Барселона Мюнхендегі ұжымға 35 миллион еуродан артық көлемдегі сомада ұсыныс жасағылары келмей отыр. Ситидің немістік жартылай қорғаушысы Илкай Гюндоганның болашағы белгісіз күйде болып отыр. Тілші Фабрицио Романоның ақпараты бойынша, қазіргі кезде футболшының өкілдері ситилік клубпен келіссөздер жүргізуде. Дегенмен маусым соңынан кейін футболшының командадан кету мүмкіндігі жоғары. Гюндоганға Барселона, Арсенал, сонымен қоса немістік клубтар қызығушылық танытуда. Манчестер Юнайтедтің жаңа бас жаттықтырушысы Эрик тен Хаг команданың португалдық шабуылшысы Криштиану Роналдуға қатысты пікірімен бөлісті. Роналду гигант, ол қаншама нәрселерді көрсетіп тастады емес пе? Ол әлі де өте өршіл деп ойлаймын. Әрине мен оны командада сақтап қалғым келеді. Роналду Манчестер Юнайтед үшін осы жылы өте маңызды болды. Ол керемет статистиканы жасауға қабілетті, деп жеткізген екен голландиялық маман. ПСЖ клубы Килиан Мбаппені әлемдік футболдағы ең көп жалақы табатын футболшы атандыруға дайын болған. Sky Sports'тың хабарлау бойынша, француздық клуб ойыншыға оның жалақысы 2 есеге дейін артатындай көлемдегі жаңа келісім шартты ұсынған. Бұл келісім шарт арқылы Мбаппе айына шамамен 4,7 миллион еуро жалақыны алып, әлемдегі ең көп жалақы табатын футболшы атанатын еді. Дегенмен ойыншы Реал сапына ауысқан жағдайда оның жалақысы бұдан қарағанда әлде қайда төмендеу болатынына қарамаған. Париждіктер Мбаппені сақтап қалуға қанша жерден тырысқандарымен одан ештеңе де шықпады. Олар да уже барлығын түсінгендей. The Athletic баспасының ақпаратына сүйенсек, Мбаппе мадридтік Реалмен келісім шартқа отыру жөнінде барлығы жағынан келісіп қойды. Дегенмен әзірге тараптар нақты келісімге ешқандай да қол қоймады. Ал осымен біздің бүгінгі жеткізген футбол жаңалықтары топтамасы аяқталды. Лайк басу, тіркелу және қолдау көрсетулеріңіз маңызды. Ал бүгінге осы, келесінде кездескенше аман сау болыңыздар.